Жоқ. Вообще осы Астанада сондай болған деп естімедім. Әзірше толық білмеймін. Алға нық басу үшін арттағы фундамент тарих керек. Тарихы жоқ халық, болашағы жоқ халық. 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында Ақмола қаласына көптеген көпестер шоғырланып тұрмыс құра бастайды осында. Яғни ол жаңағы орыс, Ресейден, Тәжікстаннан, көптеген басқа шетелдерден де көпестер келіп, өздерінің саудаларын жүзеге асырып жатты. Ақмола қаласында көбінесе сол кезде шаруалар өмір сүрген. Сол шаруалар біртіндеп, сол шетелден келген көпестерден сауда-саттықты үйреніп, өздері де беделді ірі тұлға ретінде қалыптасты осы Ақмола қаласында. Олардың бірі көпес Баймұхамбет Қосшығұловты айтуға болады. Көпес Баймұхамбет Қосшығұлов туралы халық аузында деректер өте көп. Яғни сол кезде халық не үшін насихаттаған, не үшін айтып кеткен, өйткені жақсылығы көп болған, сол кезде халық үшін жасаған. Және де өзінің өндірген өнімінің өзі, айтамыз ғой, Ресей патшасының өзі дәм татқан деп. Яғни жоғарғы дәрежелі, жоғарғы сапалы өнім өндіргеннің арқасында ол кісінің аты мәңгілікке сақталған десек те болады. Яғни тарихта қалды. 1915 жылы Қосшығұловтың кондитерлік прәндік фабрикасы Ресей патшалығының император сарайының қамтушысы атағына ие болған. Сол кездегі бұл өнімнің жоғарғы дәрежеде болуының өзі осы Ақмола облысында өндірістің дамуының белгісі ретінде іспеттес. Бүгінгі таңда біз Нұр-Сұлтан қаласының осы оң жақ жағалауындағы Абай даңғылында орналасқан ғимараттарды көріп жатырмыз. Бұл ғимараттар сол кездегі 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басындағы Ақмола қаласында көпестердің көптеп шоғырлануына байланысты жаңағы тұрғызылған үлкен ғимараттар, тарихи ғимараттар десек те болады. Бұл ғимараттар негізінде көпестердің қала дамуына қосқан үлкен үлесі болып табылады. Яғни сол кезде мешіт медреселер, тарихи деректерге қарағанда театрлар салынған, мануфактуралар, банктер салынған екен. Баймұхамбет Қосшығұлов тек қана кәсіпкерлікпен айналыспаған, ол кісі меценат та болған. Яғни осы қаланың дамуына, ғылым білімнің дамуына үлкен үлес қосқан көпестердің бірі болған. Өзінің қатарындағы орыс, татар көпестермен қатар осы қалада медресе салдыртқан, мешіт салдыртқан дедік. Алдарыңызда 1905 жылы салынған мұсылман жастарына арналған мектеп. Бұл мектеп 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында өрнектеу тәсілімен күйдірілген кірпішпен қаланған бір қабатты ғимарат болған екен. Баймұхамбет Қосшығұлов сол кезде тек қана мектептің салынуына ғана қаржы бөлмеген, ол сонымен қатар ұстаздардың жалақысын да төлеген. Және де сонда осы мұсылман мектебінде оқыған оқушыларға стипендия тағайындаған. Ақмола қазақтары малдың арқасында байыды. 19 ғасырдың соңында, 20 ғасырдың басында Ақмола қаласында ірі үйлер мен сауда орындарын ашқан көпестердің барлығы алғашында қарапайым шаруалар болған еді. Ресейдің Сібір аймақтарынан, Мәскеу, Санкт-Петербург, Ташкент, Түркістаннан, Бұхара қаласынан пұл іздеп ағылған саудагерлер Ақмола арқылы өтетін болды. Осы себептерден Ақмоланың өзінен маңайынан да ірі жәрмеңке орындары ашылды. Міне бүгінгі таңда қазіргі ЦУМ деп атаймыз ғой, енді осы жерде орналасқан ЦУМның орнында 19 ғасырда қазақтың көпесі Баймұхамбет Қосшығұлов көк базар ашқан. Яғни сол кезде сауда-саттықтың дамуына үлкен үлес қосқан Баймұхамбет Қосшығұлов банктен несие алып, осы жерде базар ашқан. Сол базар 19 ғасырдан 21 ғасырға дейін сауда-саттықтың даму жалғасып жатыр деп айтуға болады. Өйткені қазіргі таңда осы біз тұрған тарихи орындардың жерінде сауда дамып,
осы бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласында сауда-саттықтың дамуы әрі қарай жалғасуда деп айта аламыз. Кенесары соғысып жүрген заманда 1843 жылы осы жерде Қосшығұлдың отбасында Байқұм Мұхаммед деген азамат туады. Бұлар кім? Бұлар Арғын деген ел, Арғын ішінде Алтай. Алтай деген ел екен бұлар, ру екен. Сол Алтайдан тараған бұлар. Сондықтан сол жағдайда туып өскен, бұл анау жаңағы әкесінде үлкен Қосшығұлда үлкен бай болған, мыңдаған жылқы айдаған дегендей. Ода да кезінде Кенесарыға жаңағы ат салысқан, жаңағы малын да берген, енді сондай естиміз. Енді сізге қарай айтайын. Мынау 1864 жылы Түркістан шайқасталғаннан кейін, 1868 жылы Орта Азия, Қазақстан ресми түрінде Ресейдің колониясы болды. Содан колония болғаннан кейін бүкіл ағылды шық. Переселендер, Украин, Ресей жерінен Қазақ көп фабрика заводтарға. Соңғы бұлардың ең керемет фабрика завод ашқаны осы Ақмоладан Нұра бойында Қараған жерінде Өспен деген жер бар. Тура сол жерде үлкен завод фабрика ашқан. Соның ішінде Баймұхаммед Қосшығұлда болды. Алғашқыда. Содан кейін бұлар келетті, бір ай жұмыс істейді, содан айлығын беретін бұлар кәдімгідей. Содан кейін басшыға келсе, басшы Франциядан маңдай әдемі компьютер болады екен. Упаковкасымен Мампаси деген. Содан кейін Баймұхаммед Мампасиді қарайды екен. Қатты қызығады. Соны бір күні ағылшын басшысына айтады, сіз айлықтың компьютер беріңізші депті. Сол береді, ала сал дейді, енді ол несі бар. Толған білесі ғой, әдемі, тәтті. Осындай темір коробкасымен. Содан кейін ауылға келгенде балаларға қуанады балалар. Балалар тәттіні білмейді екен, қазақтың балалары. Тәтті болмаса арман болмайды. Осы Ақмоланың қасында сол жағалауда, 100 диірмен болған. Сонда жаңағы Баймұхаммед біраз ақша жинап, сол 1-2 диірмен қойған. Жаңа жерде сол ұнды елге жеткізеді. Содан кейін алғашқы нанды өндіреді. Нанның түр-түрімен жаңағы. Соңғы бір күні жаңағында тәтті тағамдар жасайды. Күлше дейміз, тоқаш дейміз, тәтті пряниктер. Соны жасағаннан кейін ауылға келсе жаңағы таратады ғой жаңағы тәттілерді жаңағы. Сонда балалар жүгіреді бәл күтеді. Бір Қобыланды батыр келгендей болады жаңағы. Бір батыр қазақтың батыр жетті. Балалар содан арман туады. Шіркін-ай, осындай бір үлкен өндіріс жасасам екен дегендей. 1891 жылы Омбы қаласында үлкен конкурс болды. Нан қандай тәтті, жаңағы кімнің тоқаштар тәтті, жаңағы күлшелер, пряниктер дегенде. Ол неге ұйымдастырғаны? Жапония жақтан Ханзада Николай II бар ғой, жас бала сол кезде. Сол келе жатқан. Соған әдейі арнайы сондай выставка, көрме жасаған. Көрме жасағанда қойған нөмірлерін, бірақ аттарын атамаған. Соңғы бала келгенде жасы бір жерді таңдай беріпті. Соны таңдап айтты, сол конкурстың үлкен жүлдесін алыпты нөмір. Сол нөмір Баймұхаммед Қосшығұл. Бұл дәм қайдан сіз қалай шығардыңыз депті. Соны рецептін айтыңыз депті. Сол рецепті былай дейді жаңағы. Бұл атақты Ақмоланың ұны. Сонан кейін жаңағы жерде қазақтың балғаймаға, сонан кейін Көкшетаудың балы. Соны араластырғанда, сонда дәмді шығады екен пряник. Жалпы енді айтамыз ғой, кешегі деректер ол бүгінгі тарих деп. Сол кездегі тарихи деректерді айта отырып, енді қорытындылай келсек, біз негізінен ең бастысы Ақмоланың қалыптасу тарихын ұмытпауымыз керек. Яғни әрі қарай насихаттауымыз керек, жан-жақты деп ойлаймын. Ол бүгінгі таңда өте жақсы қолға алынған.
біздің жаңағы ескерткіштерді сақтау және қорғауды қамтамасыз ету дирекциясы тарапынан үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әкімшілік, Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілігі жағынан үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы осындай жобалар арқылы біздің өскелең ұрпақ өзінің тарихын біле отыра, өздері де келешекте осы Нұр-Сұлтан қаласының дамуына үлкен үлес қосады деп сенеміз. Бұл Астана, Нұр-Сұлтан қаласы, бұл жастар қаласы. Бұл жастар қаласында сондай тәттілер көп болу керек. Нанның отаны Ақмола. Ол мен айтқан жоқпын, оны баяғы Ресей империясының өзінде айтып кеткен. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы Баймұхамед Қосшығұлдың қалай Ақмола бидай шықса, оны шықса, сол кісінің аты аталау керек. Сол кісі жеткізді қазақ халқына, қазақтың басын көтерген. Міржақ Дулатұлы оян қазақ деп бір жар салса, бұл кісілер нанмен елін, жаңағы тәттімен, прянигімен халықты оятқан азаматтар деп ойлаймын.